Бұлар бірінші ғылыми майдан басталмас бұрын ол жерде мәдени майдан жүреді. Бірінші адам біз кімміз, біз қаяқтан келдік, бізді біз қылып тұрған негізгі мәдени ерекшеліктеріміз не деген сұрақ алдыға шығып кетеді. Мен бір шетінен өзім ойлаймын, жалпы бұның ғылымға қатты енді кіріп кететін бір себебі ана жаңағы болған сол кездегі саяси оқиғалар, ана жаңағы Ресей империясының ыдырауы, құлауы, одан кейін Алашорданың автономияны сұраймыз деп бір күшеніп барып, күресіп барып, күші келмей олардың жеңіліс тауып не қылуы, ыдырауы. Осылардың бәрін көргеннен кейін шынымен де бұлармен сен қара күшпен күресе алмайсың. Империяның аты империя. Олардың бәрі қару-жарақ, әскери өнерін дамытып жіберген ана жерден. Енді тек қана ғылымның күшімен оны айламен ғана аласың. Ер азаматтың ішіне ат басында шер қатады дегенде оның жүрегіне оның ат басында шер қату керек ана жерден. Сол шер болмаса ғалым шықпайды одан. Сондықтан үнемі ғалымдар жайында әңгіме болған кезде біз осы экзистенциализм деген ғылымның ашқан жаңалықтарын міндетті түрде қосақтап отыруымыз керек. Яғни жауапкершілік, ар, ұят, намыс, ұлттық мәселе дегендер жаңағы мәдени майдан, мәдени идентификация деген сөздер қабатында бірге жүріп отыру керек. Біртқан халықты қайтсем ғылымның күшіменен жарыққа жеткізем деген бір іште бір қайнап жатқан шер болу керек. Яғни ғылым деген үлкен бір миссия дейсіз ғой. Сондықтан сондай миссия деп есептеймін. Бұл ғылымды өлтіріп қою мүмкін, практикада қолданбау деген нәрсе. Себебі Қаныш Сәтбаевтың өзі шәкірттерін бәрін үнемі ұрсып отырады да, адамның білімді көп кітап оқыған ештеңе шешпейді ол қазір. Аз білімің болса да соны тұрмыста практикада қолдансаң, содан көп нәтиже шығады деп бәріне айта береді ана жерден. Сондықтан алар енді жаңағыдай ғылымды өлтіріп қою деген не? Көп кітапты оқып алады да, ешқандай практикаға, өндіріске барып араласпайды. Қайырлы күн көрермен, бүгін Қазсайенс Президент жанындағы ұлттық ғылым академиясының Қазсайенс подкастына қош келдіңіздер. Бүгін бізде ерекше кездесу, жалпы ғылыми салада қазір уақытта өте кең таралып жатқан бестселлер кітап Қаныш және ғылыми майдан кітабының авторы, қазір уақытта кең көлемде оқырмандарға танылып жатқан Санжар Керімбай мырза келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет, қош келдік. Бүгінгі біздің сұхбат өте ерекше тарихи сұхбат деп айтуға болады. Неге? Өйткені Қаныш Сәтбаев, Имантайұлы Сәтбаев негізін қалаған ұлттық ғылым академиясының ғимаратында және жай ғимарат емес, Сәтбаевтың өзі отырған, яғни жұмыс кабинетінде біз сұхбат жасап отырмыз. Бұл шындығында өте тарихи оқиға деп айтуға болады. Яғни бұл отырған орынның өзінің өте бір ерекше киесі, өте бір қасиеті бар деп ойлаймын. Сондықтан бұл сұхбаттың бұл жерде өткізілуі ерекше мәнге ие деп ойлаймыз. Жалпы бірінші кітаптан бастасақ, Қаныш және ғылыми майдан кітабы жаңа атап өткенімізде өте көп сатылыммен, тарамымен шықты. Бірнеше басылыммен, қазір уақытта жаңылыспасам 13 мың тиражбен тарады. Әлі де сұранысқа ие, бүкіл республика бойынша қазір презентациясын жасап жүрсіздер. Өте кең оқылымда бүкіл жас ғалымдар, тек қана жас ғалымдар емес, бұқара халық тарапынан бұл кітапқа қатысты көптеген пікірлер, жылы лебіздер айтылып жатыр. Мұның кең таралып, қоғам арасында тең дәріптелуінің, қоғам арасында таралуының сыры неде? Енді екі сырын айтуға болады. Біріншісі жаңағы стилистикасы, грамматикасы, сосын жаңағы композициясы деп айтуға болады. Яғни кітапты жазған кезінде, енді менің авторым бар, Әділбек Наби деген жігіт, ол филолог, ол мына деректі іздеудің, танудың былай хас шебері деп айтуға болады. Сол жігіт редакторлық несіне құрылымына жауап берді. Сөйлемдер дұрыс құрылып тұр ма, қазақша ұғыммен байланып тұр ма? Оны не үшін қадағалап жатыр? Себебі біз ғылымға, ғалым адамды ғылым қызықтырып қажет жоқ. Себебі ол онсыз да ғылымға қызығып, бүкіл өмірін ғылымға арнап, соның ішінде ғалым атанып, өзінің сүйікті саласымен күндізіне шаңға көміліп айналысып жатқан адамға сен барып ғылыммен айналыс, ғылымға мән бер деп айтудың түкке де оның қажеті жоқ, мәні жоқ. Кітапты жазудағы мақсат не? Сен жазудағы мақсат жаңа буын қалыптасып жатқан кезде олар мектеп жасынан бастап ғылымға бейімі бар балалар осында ғылымға қарап идеалдарға еліктеп, сол 12, 13, 14 жасынан бастап өмірін ғылымға арнауға ниет ету керек. Ол үшін 13 жасар, 14 жасар, 15 жасар мектеп жасындағы бала мына кітапты оқыған кезде оған түп түсінікті болып тұру керек. Кітаптың құрылымы. Сөйлемдердің бәрін қазақша ұғыммен, қазақша грамматикамен құрылатын болса, онда бірден тартып кетеді. Ал егер сен ол жерде жаңағыдай көркем сөзбен ойнатамын деп, неше түрлі анықтауыш сосын үстем сөздерді қоса бер, оны сен сөйлем құрағыштық шеберлігін көрсетемін деп, жаңа салалас, құрмалас деген сияқты неше түрлі күрделі ойындарды ойнататын болсаң, онда ол мектептің жасындағы 13-14 жасар бала миына ауыр салмақ салады. Біздің замандағы балалар тіптен көтере алмайды ұзақ сөйлемді, әбден қысқаға үйренген.
соған байланысты олар қиналып тастап кетуі мүмкін кітапты. Осы кедергіні жою үшін редактор өте барынша шебер жұмыс істеуге тырысады. Сөйлемді оқып отқан кезде бір сөйлем мен бір сөйлем мағыналық жағынан үзбекке түспей, тек тізбектеліп кете беру керек. Бұл бір. Енді екінші жағына бұның композициясы, құрылымы деген болады. Логикалық жағынан қойған кезінде кино түсіретіндер, сценаристер жақсы біледі бұны. Адамды жалықтырмай, көрерменді 2 сағат, 3 сағат экранның алдында ұстап тұру үшін драмасын ойнатады ғой, жаңағы бір оқиғадан бір оқиғаға өтетін жерлерін. Сондай оқиғалардың тістесіп қаланып тұратын жерлерінде бұны енді жаңағы менің соавторым Әділбек Нәбидің шеберлігі осы жерде қатты рөл ойнап кетеді енді. Ол тұрады мына бөлімді мына жерге қояйық. Мына директор, мына қызық естелік, бұл мынаған келіп тұр, мынаған қояйық. Сонда кітапты оқып отырған баланың өзі бір жай ғана кітап оқып отырған емес, одан бөлек біріншіден ғалымға қызығып отырады. Ғылыми майданның ішінде шынымен бір соғыс жүріп жатқан сияқты, аналардың арасындағы неше түрлі жаңағы күрес, шайқас, алыс шалыс, бір-бірін жығу деген сияқты. Сондықтан бір драма, бір шақ-шұқ етіп бір от шығып жатқан сияқты әсер қалды. Яғни өзі де сол шайқастың ішіндегі бір ішіне кіргендердің бәрі сол сен қанша жаққа шығып алып, дұшпандары алдыра ма, шалдыра ма, жеңе ме, жеңбей ма деп сен оның ішінде бір майданның ішінде отырған сияқты болуың керексің, соғысқа кіріп кеткен жауынгер сияқты. Сондықтан композициясы бұның өте шебер өрілген. Енді ол жұмысына мен қатты белсенді онша араласқан жоқпын. Менің жұмысым көбінен анализ жағына кетеді. Сондықтан бұл осы редакторлық құрылымменен сосын жаңағы композициясына қатысты соавтор өте жақсы жұмыс істеді. Көзінің майын тауысты. Өте керемет. Жаңа айтып отырсыз кітаптың негізгі мақсатына байланысты деп. Мақсаты мектеп оқушыларын атап өттіңіз. Шынымен жастарға бағытталған деп. Жалпы өте орынды жастарды шындығында ғылымға бейімдеу. Қазір шындығында қоғамда қарайтын болсақ, жастарда белгісіздік деген нәрсе бар. Профориентация дейміз, бірақ профориентация дегенді біз көп жағдайда университеттер өздеріне студент тарту үшін ғана қолданады. Профориентация деген негізі мамандықты, болашақта қандай маман болам, мамандықтың мәні не деген сияқты нәрсеге үңілу керек қой. Енді осы жерде Қаныш Сәтбаев тұлғасын, феноменін жалпы жастардың бойында сіңіру үшін жалпы Қаныш бала кезде қандай болды? Жалпы қандай құндылықтармен тәрбие алды және оның оқыған кітаптары, оның қалыптасқан ортасы, немесе тәрбиесі, жалпы бала Қаныш сипаттап беріңіз, жастарға үлгі болатындай. Енді бұл жерде мен жаңалық аша алмаймын, велосипед ойлап таба алмаймын. Тура бір ешкім байқамаған нәрсе мен байқап қойған сияқты ондай бір абыройсыздық ұрынбау керек. Бұл сұрақты менен де асып кеткен данышпан академиктер оны бұрыннан да біледі. Оның ең бірінші байқаған адам ол кәдімгі өзінің күйеу баласы Әлкей Марғұлан, атақты ғалым, академик, археолог. Ол кісі мысалға бәрі енді атағы даңқы дүркіреп Қаныш ойбай кімсің осындай геолог, академияның президенті дегеннен кейін енді оның үлкейген кезіндегі ғылымда ашқан жаңалықтары, оның жаңағы ықпалы, беделі, абыройы, қандай журналдарға қандай мақала шықты, Черчилльмен қалай отырды, Орджоникидземен қалай отырды, Келдышмен қалай отырды, қалай ол Сыр ғылым академиясының президиум мүшесі болып, соған қарай кетіп қалады акценттің бәрі. Ал енді Әлкей Марғұлан ол өте данышпан, терең, зерең адам, дәл осыны байқаған. Тұра тұрыңдар оны. Ол ғылымда, біздің ғылымда айтып отырған экзистенциализм, осы логотерапияда side effect деген болады. Болмаса by product деген болады ағылшынша. Қазақшасы ырықсыз эффект, яғни өзінен өзі болуы тиіс процесс. Сондықтан бұлардың жаңағыдай абыройының асқақтауы, даңқының дүркіреуі, неше түрлі ғылыми жаңалықтар бұрқыратып ашуы ол side effect жасады. Яғни Қаныш қаласа да, қаламаса да ол оқиғаларды туғызатын жағдайға келеді. Оның ішіндегі жарылған потенциалы, рухани ғылымдағы ашқан жаңалықтардың екпіні жан-жағын жапырған кезде ол онсыз да сондай атақ, даңқ, абырой оған алып келетін түсінікті. Ал сондықтан да оны Әлкей Марғұлан Бок деген ғой деймін, Москвада ма, Ленинградта ма бір жаңағы еврейдің ғалыммен отырған кезде сол айтады ғой, мынау қазақ сияқты көшпенді оқымаған надан жабайы халықтың ішінен Қаныш сияқты ғалымның шығуы деген бұл қалай бұл деп. Сонда Әлкей Марғұлан енді ол ішінен күледі енді. Олардың жаңағы бұны медеу сәрсеке деп байқаған. Қазір ол туралы айтам. Сендер қазақтардың қалай бала тәрбиелейтінін білмейді екенсіңдер. Ол адамның ішіндегі потенциалын жоғару үшін ол кішкентай кезінен бастап оны әдеппен, рухани құндылықтармен, оны қазақы тәрбиемен оны өсіріп шығару керек. Сосын барып ол жауапкершілікті қорықпай ала алатын, өзінің болашақтағы мүмкіндіктерімен қорықпай, үрейге шалынбай бетпе-бет келе беретін, оның бойына батырлық, қаһармандық дарыту үшін бірінші қазақы тәрбие, өңше батырлар жырлары дейсің ба, шығыс даналығы дейсің ба, жаңағы ғашықтық жырлары дейсің ба, неше түрлі жаңағы жынды да, сайтанды да, жалмауызды жаңағыдай жапырып кете беретін жаңағы ертегідегі батыр кейіпкерлер дейсің, соның бәрін бойына сіңіреді оны. Сондықтан жаңағы Бок Марғұланға айтқан кезінде оның жүйкесіне тиген ғой бұл сөз.
сөйткен дағыны ол сол кезде атақты химик ана академик кімді евней букетті шақырып алып айналайын евней сен де осы ауылдың баласысың ғой, онда негізі петропавлдың баласы. Соған тұрады да айтады, мыналар сөйдеп отыр, сен бар да ана қаныштың ғалымдығын жазбай ақ қойшы, сен ана балалығын жазшы айналайын деп. Сондықтан жалпы қаныштың балалық кезіндегі тәрбиесіне қатысты әңгімені негізі менен де асырып, оны жалпы біз дерек сол евней букеттен алып отырған өзі. Бала қаныш деген кітапты бұны алады дағы 80-ші жылдары іске кіріседі. Әлкей Марғұланның тікелей тапсырмасымен. Сөйтеді дағыны сол шыр деп түскеннен бастап ол өзі азан шақыру, ол енді оны ары қарай қолайтын болсаң тіптен ары кетесің. Онда бала жатырға біткеннен бастап ғалымды дайындайтын адамдар бос сөз бос әңгімеге үйір болмайды, ол арам тамақ жемейді, сосын бісмілләсіз балдарын емізбейді. Туғаннан кейін туылған кезде азан шақырып атын қояды, азан шақырып қойған кезде кім болса соны шақырмайды, ол жерге кілең көкірек көзі ашылған киелі кітаптарды оқи алатын, елдің арасында аузының дуасы бар, салмағы бар хазіреттерді шақырады оған. Сосын ол жерде бос сөз бос әңгіме айтылмайды, кілең ән күй жыр шежіре айтатын адамдар ғана кіреді ол киіз үйдің ішіне, ана баланың миын улайсыңдар деп. Сосын отырғызып қояды да сол жерде кітап ашып дейді ол кездерде, жаңағы Абдулғани деп атын қояды тағыны, жаңағыдай кітап ашып қойды деген өзі бір дәстүр бар ғой бізде. Сосын барып оның құлағына азан шақырып қояды, оның өзінің мән мағынасы бар. Жаңағыда оң құлағынан кірген құнды әңгіме, құнарлы әңгіме сол құлағынан шығып кетпесін деп, жаңағыдай оң құлағына азан айтып, сол құлағына тәкбір айтып, бала құйма құлақ болсын, айтылған ақпараттың бәрі миына келіп тұрып қалсын деген бір өзінің бір несі бар, символикасы бар оның. Осы дәстүрлердің бәрі орындалады ол кезде. Сосын ана баланың миы бесікте жатқаннан бастап ол бесік жермен толады. Сосын оны ары өткен бері өткен шежіре шалдардың бәрі бұның енді өзінің шешесі Әлима 5 жасында қайтыс болып кеткеннен кейін енді Имантайдың бірінші әйелі Нұрым асырайды ғой, енді шешем деп жүрген Нұрым енді кейінгі естеліктерінде. Ал биологиялық шешесі қайтыс болып кетті 5 жасында, оның тек түрі есінде болды. Сондықтан ары өткен бері өткен жаңағы аңыз қисса ән күй жыр білетін кім бар сол заманда мәдени құндылық тасып жүрген, сол бәрін үйіне алып келеді да біздің қаныштың құлағына құй, мына бөкеш екеуін ағайынды екі баланы отырғызып қояды да азаннан кешке дейін неше түрлі құнарлы әңгімені айтады. Енді одан бөлек енді рухани ілім деген ол енді өз алдына бөлек әңгіме. Бұл жерде енді әкесі Имантайдың енді ол бала жасында өзі біріншіден текті тұқымнан келе жатқан генетикалық несі генофонды өте бай адам. Екіншіден оның сол бұлардың жаңағы Мұса Шорман ауылында отырған мысалы кімнің жиені Шоқан Уәлиханов бар, оқымай ма жаңағы омбыда. Ары қарай ол енді ғылымы көтеріліп ары қарай кетеді да, онымен бірге бір квартирада жатып оқиды. Жақсы, өте дұрыс. Қанышты тұлға ретінде, жалпы адам ретінде белгілі бір деңгейде ашып қарастырдық. Жалпы енді Қаныштың, Қаныш Сәтбаев деңгейіне жететіндей, ғылымның терең жаңағы тұңғиығына түсетіндей, ғылымға бет бұруына ықпал ететіндей, жалпы қандай факторлар болды? Жалпы ғылымға қалай келді Қаныш Сәтбаев? Біріншіден енді бұның фундаменті іргетасы өте жақсы қаланды ғой енді. Имантай би отырғызып қойды, ағасы екеуін бірінші қазақы тәрбиемен, әдеппен әбден толтырып, өрден жаңылмайтын барлығынан метафизикаға да бұл жүйрік болып шықты. Мысалға метафизикаға қатысты. Бұл да өте адамның тағдырының қаланып осылай ғылымда жетістікке жетуіне үлес қосып тұратын нәрсе. Ол мына алдыңғы өмірден өтіп кеткен адамдардың рухына тағзым, яғни олардың әруағынан аттамау деген нәрсе. Қазақы түсінік ол да рөл ойнап тұр. Бұл да метафизика, былай қарап отырсаң. Кез келген мұсылманның қорымын, моласын көрдің ба, қасынан зыр етіп өтіп кетпе, тоқтайсың дағы, сол жерде Құранды оқып, Құранды бағыштайсың. Өлілер риза болатын болса, сенің тірлігің алға басады деп ананы үйретіп отырады. Бұл да бір фактор ретінде тұру керек. Мұның ғылымға қатысы жоқ, ол дәлелденбейді. Сондықтан жас ғалымдардың ондай нәрсемен таныс болған түкке де пайдасы жоқ, кесіп алып тастауға ешкімнің хақысы жоқ. Мен бұны өзім басты назарда ұстап отырамын болады. Мысалы, бүгін осы жиынға келердің біз мына Райымбек бабаның басындағы зиратқа барып, Қаныш Сәтбаев атамыздың басына, қабірінің басына Құран оқып дұға бағыштап келдік дәстүр бойынша. Ал енді бұл енді бірінші рет 12 жасында Павлодарға кетеді ғой енді. Сол кезде барып бірінші рет өзі орыс мектебінде оқып, әртүрлі пәннен профессионал мұғалімдер сабақ беретін педагогтардың дәрісіне түседі тағын, айландырған 2,5 жылдың ішінде ол жердегі қандай оқудың түрі бар, соның бәрін сіңіріп алды. Тіпті фотоаппарат жаңадан шығып жатқан кез, Kodak деген, соның өзін түсіруді үйреніп алды. Ол скрипка орыстардан асып кетті, оны коньки тебуді үйреніп алды. Сосын спорттың түрлеріне үйірмеге қатысып кетті, биге кіріп кетті. Не бар, бәрін сіңіре берді. Сосын енді мынау осы жерде бір нәрсені баса айту керек. Бұл 16-шы жылы, бұлар 14-ші жылы семейге жиналмай ма? Жүсіпбек Аймауытов бар, Сұлтан Махмұт Торайғыров бар, Мұхтар Әуезов бар. Сосын жаңағы бұлар үшеуі, жаңағы Мұхтар Әуезов, Жүсіпбек Аймауытов үшеуі бір квартира снимать етті, бірге тұрды ғой ана жерде.
сол жерде енді бір-бірінен қарашы, ана жүзімге қарап өседі, бала-балаға қарап өседі, жаңағы қауын-қауыннан рең алады, жаңағы болмысқа қарап ашылады деген кілең ана жерде гиганттар келіп қалды дағы бір-бірінен ана ғылым алмасып шығарысып бұлар таси бастады ана жерде. Сондықтан бұның бір себебі, бұлар бірінші ғылыми майдан басталмас бұрын ол жерде мәдени майдан жүреді. Бірінші адам біз кімбіз, біз қаяқтан келдік, біз қылып тұрған негізгі мәдени ерекшеліктеріміз не деген сұрақ алдыға шығып кетеді. Ол кезде Ресей империясы жаншып ана бәрін орыстандырып жатыр ана жерден крепостардың бәрін соғып тастап. Сол кезде Мұхтар Әуезов те шықты дағы бірінші Шекспир ұқсап елді театрмен тәрбиелеймін деп еңлік кебек деген пьеса жазып, оны апарып киіз үйде ауылда қойып жүр. Оны қанша үйреніп алып, ол баянауылға бұл да қойып жүр, дәл соны айтпай. Сондықтан ол кезде бірінші мәдени майдан жүріп жатыр. Сол кездегі Семейдегі оқыған жастардың бәрі естеліктерді қарайтын болсаң, қайта бұлар жиналып алады дағыны. Қазақтың оқыған жігіттердің бәрі Семейде жиналған кезінде біреу бүркіт алып шығады, біреу домбырасын алып шығады, біреу жаңағы күміс алып шығып қымыз пісуді көрсетіп жатыр. Андай ою өрнектер сол кезде жүріп жатыр мәдени майдан. Ұлттық элементтер жинақтап жатыр ана жерде. Оның бәрі ана орыс оқуға барып, ана кім Абайдың айтатын ғой, жаңағы интернетте оқып жүр талай қазақ баласы деген сияқты, талай қазақ баласы олардың ешқайсысы миына кірмейді, шариғатқа шаласы дегендей, олардың аналарының қаншама шала жерлері бар. Соның бәрі мына оқымыстар толтырып жатыр. Бірақ енді дәл осы кездің өзінде қаншта ғылымға деген сұмдық құмарлық болды деп тағы да айта алмайсың. Айта алмайтын жері оны Ибн Букетовтың Жас қаныш деген кітабын оқысаңыз, соның соңында бұны туберкулезбен ауырып бұл больницаға түсіп қалмай ма? Сол кезде алаш қозғалысы жүріп жатады. Жаңағы бәрі автономия боламыз, өзіміз ел боламыз, жаңағы өзіміз әскер шығарайық, өйтейік, бүйтейік деген әңгіме жүріп жатыр ғой, Міржақыптар жүгіріп енді оян қазақ деп. Сол кезде Назипа Құлжанованың күйеуі мұның лазаретке келіп больница жатқан кезде Сәтбаевқа ұрысып жатыр ана жерден. Сендер жаңағыдай авантюризммен айналысып кетесіңдер, бір күні натүрлермен кете беретінсіңдер, ұрандай бермеңдер, шамаларыңа қараңдар. Қазір сен өзіңе әскер құрып соғысатын шамаң жоқ, мынау азамат соғысып жатыр, ары бері мына генералдардың бәрі орыстың жаңағы дүркіреп, біресе Қытайға өтеді, біресе Сібірге қарап өтеді, жаншып кетеді, таптап кетеді, сен шамаңа қара. Сосын тұрып аттағаны, болашақта соғысатын болсаңдар, ғылыммен соғысасыңдар деп ұрысып атады. Сонда Әуезовке де, Қаныш Сәтбаевқа да сол мұғалімі ескерту жасайды. Сендер әлі де ғылымға ендеген жоқсыңдар деп тереңдеген жоқсыңдар сендер. Қанша рет мен сендерге тапсырма бердім, қаныш саған талай рет айттым, Әуезов екеуің аласыңдар да жаз болса болды каникулда ауылдарыңа қашып кетесіңдер да 3 ай бойы атқа мініп алып сол жаңағы қыз қайда, қыз қайда, қымыз қайда ішіп жеп қойылым қойып. Қойылым қойса да жақсы, ана жаңағы ителгі салып, сұңқар салып, сендер үйрек аулап, қаз аулап жүресіңдер. Айналайындар, елдің жағдайы қиын кезде үйтіп мұндай азаматтар үйтіп саят құрып жүрмейді. Ол саят құратын заман емес қазір деп ана ұрысып жатыр. Мен бір шетінен өзім ойлаймын, жалпы бұның ғылымға қатты енді кіріп кететін бір себебі ана жаңағы болған сол кездегі саяси оқиғалар, ана жаңағы Ресей империясының ыдырауы, құлауы, одан кейін Алаштың автономия сұраймыз деп бір күшеніп барып, күресіп барып, күші келмей олардың жеңіліс тауып не қылуы, ыдырауы. Осылардың бәрін көргеннен кейін шынымен де бұлармен сен қара күшпен күресе алмайсың. Империяның аты империя. Олардың бәрі қару-жарақ, әскер өнерін дамытып жүрген ана жерден. Енді тек қана ғылымның күшімен, оны айламен ғана аласың. Аз санмен болса да көппен күресу керек. Сондықтан енді бұл от ішінде қайнап жатты деп ойлаймын. Енді туберкулезбен тағы да ауырып, енді Баянауылға кетіп қалғаннан кейін ауылына барғанда бұны енді Совет үкіметі орнап кетті, бұны Павлодарға шақырып, енді сен судья боласың деп, бұны судья қылып жібереді ғой. Енді ол судья деген не енді? Ол ғылым емес, ол өзінің бір кәсіби оқыған мамандығы да емес. Оның үшін бір мәнсіз мағынасыз дау-дамайлар, мысалға, онымен осыншама дарынды, талантты адам болмайтын, жаңа менің жылқымды ұрлап кетті, мына мені 16 жасында мен тоқал алып алды, мен нажратшы, мына шалдан деген арыздарды қарап отыра бермейді ғой, оны басқа да адам істей алады ғой. Сөйтіп тұрғанда Құдайдың бағына орай бұны ғылымға қызықтыратын жаңағы Антон Усов келіп қалды ғой енді, Әлімхан Ермековтің нұсқауымен. 2,5 айдың ішінде қарашы енді ана жаңағыда қауын-қауыннан рең алады, көрші-көршіден өнер алады дегенде Усов келді, бұны қыздырды ана жерден. Өзі енді бұрыннан табиғат тануға деген бейімі бар адамды енді профессионал геолог келіп балғасымен шағып тастарды сөйлеткен кезде бұл ана жерде бұны оқу қайда дейді ғой енді ана жерден. Жүріп кеттік дейді. Енді сол кезде қарашы тәуекелін өзі үйленіп қойған сол кезде. Өзі Қарашаңырақта әке-шешесін бағып отыр. Судья деген қызметі бар, жаман жақсылы. Біраз ағайын туысқанда бұл абырой болып тұрған сол кезде. Соның бәрін үзіп, жолып, арыз жазып, тастап, мен кетем деген кезде ғылымға, бір шетінен ғылымға құмар болды деп айта бергенде Қанышты бұлыңғыр қылып жібереді. Оның ар жағында жауапкершілік деген нәрсе тұр. Яғни ол өзінің халқының
ғылымсыз білімсіз ана жерде болмайтын жесір дауынан шықпай шайқатылып отырғанын көреді де мыналардың бәрін осы бәледен қараңғылықтан құтқаратын не өзі деген бір толғам болу керек. Иә, жүрегін оның ер азаматтың ішіне ат басындай шер қатады дегендей оның жүрегіне оның ат басындай шер қату керек ана жерден. Сол шер болмаса ғалым шықпайды одан. Сосын барып сол шердің күшіменен бұл барады дағыны ана жерден кетеді. Семейге барып, жаңағы Иса Байзақ бар, Әміре Қашаубаев бар, достарым бәрі келіп, ән салып, терме айтып шығарып салады да, бұл соны ары қарай кетеді дағыны. Сонда енді жаңағы ауылындағы ағайындардың бәрі жылап хат жазды дейді ғой. Арамыздан бір судья шығып, әжептәуір абырой болып отыр дейді, ол балада кетіп қалды деп. Иә, сөйтсе артынан хат жазып жатыр дейді ғой. Қаныш келетін болсаң енді үлкен бір қызметке отыратын болып келші, жердегілер бәрі сенің судьяның жұмысын атқара алмай қалды деп өсектеп жатыр деп. Содан кейін кімсің Қаныш болып келеді. Сондықтан үнемі ғылым ғалымдар жайында әңгіме болған кезде біз осы экзистенциализм деген ғылымның ашқан жаңалықтарын міндетті түрде қосақтап отыруымыз керек. Яғни жауапкершілік, ар, ұят, намыс, ұлттық мәселе дегендер, жаңағы мәдени майдан, мәдени идентификация деген сөздер қабатында бірге жүріп отыру керек. Егер олар қабатында бірге жүрмейтін болса, онда ол кезде жаңағы өзіңіз айтқандай ғылымға келерін келіп алып, енді осының ішінде салпаңдап жүре берсін, аштан өлмеймін ғой деп жүре беретін адамдар өгізде де жетеді мысалға. Ал енді оның бұрқ етіп жарыққа шығатын жері ол енді мына қараңғылыққа батып бара жатқан халықты қайтсем ғылымның күшіменен жарыққа жеткіземін деген бір іште бір қайнап жатқан шер болу керек. Яғни ғылым деген үлкен бір миссия дейсіз ғой. Сол миссия. Сондықтан сондай миссия деп есептеймін. Сол үшін де ғалымдарға дінде де өте жақсы статус беріп, пайғамбарлардың ізбасарлары деп жаңағы Ғалиді де Әлиді де келіп аңыз бар ғой жаңағыдай пайғамбар ғылымның шаһары болса мен оның кіретін қақпасымын деп айтты. Ғылым артып па, мал артып па деді. Ол ғылым артып деді. Не үшін деді? Сенің дүниең малың ертең түгесіледі, ғылым деген түгесілмейді деді. Малы бар адаммен малы болған үшін ғана достасады, қарыз сұрайды. Ғылым адамнан не үшін оның жаңағы өнеріне, біліміне, ғылымына тәнті болғаннан шақырады. Ертең сенің малың жұтайды, ғылым жұтамайды деп дәлелдеп отыратын осы нәрселердің статустардың бәрі бұл сол киелі әлеммен байланысты пайғамбарлардан мирасқа қалған сондай бір таңғажайып нығмет болғаны үшін жалпы ғылымға келетін адам өз сондай пайғамбарлар арқылы айтын, әулиелер арқылы айтын, нағыз ғалымдар арқылы айтын миссиямен бетпе-бет келіп тұрғанын түсініп тұру керек деп ойлаймын. Және бұл мектепте де, сосын ғылым жайлы оның философиясын айтатын кезде де бұл оқу орындарда оқытылу керек. Яғни партаға бірінші курстың баласы келді ме, не үшін келдің ғылымға? Болмаса магистратураға тапсырайын деп тұр ма, болмаса PhD оқиын деп тұр ма? Әңгіме жүру керек. Шер бар ма ішіңде? Не үшін бара жатсың ол жаққа? Ауыр жүк тұр ол жақта, сені білесің бе, ертең езіп жібереді мынау деп. Бұндай әңгіме айтылмайды, тек қана PhD диплом алып алсаң мұртыңды балта шаппайды, әйтеуір бір жерде зав кафедра болып отырсаң да әлдеқайда жақсы ғой, сөйтіп бір күні квартира вопрос шешесің дейтін болса, онда оның да өмірі сәтсіз аяқталады. Біздің де көргеніміз яғни қараңғылық болады. Шындығында ғылым бір үлкен жауапкершілік деп сезініп емес, ғылым жай кәсіп. Мен ғылыми дәреже алсам, жаңағы заведующий боламын, мүмкін жаңағы декан боламын, ректор боламын деген сияқты нәрсе басым болып түсіп кетеді ғой. Яғни бірінші миссиясы болып кетеді де, ғылымның ішкі мәні, мазмұны қалыс қалып кетеді, сондықтан ғой. Яғни түсіне қоймайды. Ғылымның ішкі мәні, мазмұны деп айтып қалдыңыз ғой. Осы жайында айтайық. Мысалы, осы Қаныш және ғылыми майдан кітабының ішінде бір қысқа қалған бөлім бар. Бір бетке жете ме, жетпей ме? Соны әлі оқырмандар назарға ала алмай тұр. Көбісі өтіп кетіп жатыр. Өйткені әлі ұлтшылдықпен ауыратын қазақтар бұның жаңағы қазақтың намысын жыртатын жерінде қаны қызып кетеді тағын философияға жете алмай қалып жатыр. Бір күні келеді деп ойлаймын. Сол жерде біз Розентал деген американ ғалымның 72-73 жылы шығарған жаңағыдай The Triumph of Knowledge деген кітабы бар. Торжество знаний орыстар аударған, біз соны алып қарадық. Соның ішінде жалпы өзі ғылым деп нені айтады деп бастан аяқ бір монография тек ғылымды гректер не деп таныды, арабтар не деп таныды, басқалар не деп таныды, бәрін жіліктеп шығарады. Талдайды соның ішінде. Соның ішінде жалпы бұл ғылымды қатты көтергендердің біреу енді араб халифатының кезінде көтерді, Байтұл-Мамырда. Солар ғой енді өзі текетіресіп тұрған. Сондықтан көтерген кезінде бұл ғылым деген сөздің өзі Құрандағы ғилім деген сөзден шығып тұр ғой дейді. Иә дейді. Ал енді ондаған бұлар енді анау сөздің мағынасына талдау жасайды. Бұл қаяқтан келді? Енді бұл сұрақ мынандай болып тұр. Жақсы, бұл Құранға ғылым деген атпен келді. Бұл уахи ретінде түсті. Енді бұл уахи болып түсіп, Мұхаммед атты пайғамбардың аузынан ғилім деген сөз шыққанға дейін осы сөз қандай мағынаны арқалап жүрді деген сұрақ қояды.
оған дейін де арабтар жахил кезінде де сол сөзді қолданып бір бірімен сөйлесті ғой мысалға. Сол кезде сендер ғылым деп айтып тұрған кезде не нәрсені меңзедің сен, соны айтшы маған дейді. Сондықтан оның артқа қарай шегінген кезінде ғылым деген сөз, мына олар бедуиндер көшіп қонып жүреді ғой құмның ішінде, сол кезде ол жиі адасып кетеді. Сондықтан мына жол табатын шеберлер, жаңағы керуенбасылар өте құнды есептеледі. Олардың бағасы жоғары болады. Олар ғылым иелері деп соларды айтып жатыр басында. Ол ғылым иелері болғанда бірдеңе білмейді ол. Мынандай жолға қойылған, жол екіге жарылған кезіндегі қай қаланың қай қарай кеткенін көрсетіп тұратын белгі тас, я болмаса ол ағаш бірдеңе болуы мүмкін ана жерден. Бағыт-бағдар береді. Иә, бағыт-бағдар береді. Сондықтан мына ғылым деп соны айтады. Мына ғылым иесі деп соларды айтады, жолдан адасып кетпейтіндерді. Сөйтіп ана жахил деген оның енді антонимнан шығайық дейді. Ол жауәла деген етістен шығады дейді. Жауәладан жахилге ауысады. Ал жахил деген біз қазір надан, қараңғы, бір жаңағыда сондай деп есептейді, бір дінсіз деп. Ал өгіздегілері ана қалаға бұрылатын жол таппай қалып, бір орны шиырлап, бір орны айналып тұра беретін адамды жахил деп сол кезде айтады. Мынау бағытынан жаңылды, бара жатқан қаласын таппай қалды, әлі бір орында шиырлап айналып жүр дегенде оны жахил деп сол кезде сөйтіп айтатын еді дейді. Сондықтан бұл шиырлап отырған несені шығарып жіберетін нәрсені ғылым деп атайды дейді. Ол жол сілтейді бір жаққа қарай. Бірақ біздің заманда да енді сен оны ғылым деп есептейтін, ғылым деп қайттан біз пайдаланатын болсақ, онда философиялық тағы бір сұрақ шығады. Жақсы, бұл ғылым қайқа қарай бағдар беріп тұр. Біз қайқа қарай кетеміз сонда? Бұнымен жүре берсек, бұның нұсқауымен кете берсек, қайқа барып тірелеміз деген. Бұрынғылар қала деп айтты. Қазірлер алып енді бұны енді біз мынандай шариғи деңгейде айтатын дінге түспейміз. Біз бұны дін философиясымен түсіндіруге болады. Оның түбінде онда Ибн Араби айтып отырған уәжибул уджудқа барасың. Яғни мәңгі бақи бар болып тұра беретін, әуелі ақыры жоқ, іші тысы бәрі бір өзі, ешқашан жаралмаған, жаратылмаған, түпсіз жұмбақ, ішкі табиғаты өзегі неден тұратын белгісіз, бірақ бар болып осы дүниенің жаралуына себепкер болып отырған міндетті бір болмысқа қарай сен барып кіреді адамдар. Сол кезде барып сол міндетті болмыспен шарпысқан кезде мына адамның өзінің ішіндегі потенциал жарылып та бұл да сондай мәңгі бақи бар болып тұра беретін екінші бір адам болмысына айналып кетеді деп түсіндіреді. Егер Қазақстанда сіздің де қазір осы ғылым академиясына келіп жүрген болмаса, жалпы ғылымға қызығып жүрген адамдардың бәрі түптің түбінде бұл ғылым мен оқи берсем, мен қайқалып барады қартайған кезінде деген кезде, сен уәжибул уджудқа, міндетті болмысқа қарай кетіп баратыр, сен кемелдікке қарай кетіп баратсың, сен адам ретінде кемелденуің керек сол сияқты деп кемелдіктің жолын нұсқап тұрады деп айтпайтын болса, онда бұл ғылым ақша табатын, қатын бала шағаны асырайтын бір кәсіптің бір түрінен бұл қайтып көтерілмейді. Сондықтан қаныштар ол ғылыммен айналысқан кезде мен ғылыммен айналысам деп бармайды ол кезде. Олардың түсінігі, ғылым жайлы ұғымдары мүлдем басқаша. Бұлар кәдімгі ішкі дүниелерінде ол Құдай туралы не ойлағандарын бір Құдай өзі біледі, сосын қаныш біледі оны. Бірақ оның ішінде сондай үлкен бір терең рухани мән жатқан, тек сүрген өміріне қана білесің. Мынау осындай принциптермен өмір сүрген екен ғой, әйтпесе бұндай деңгейге жете ма деген сияқты. Әлбетте бұлай документтермен келетін болсаң, ол коммунистік партия мүшесі болып тұрады. Біз енді оған сенбейміз ғой. Енді қоғамға бейім, бірақ іштей потенциалы жағынан да өзін дамытып, яғни ғылымның былайша айтқанда терең түбіне түптеп, зерттеп, бірақ сыртқы формада шынымен сол кездегі билікпен санасып өмір сүрді дейсіз ғой. Жалпы енді сол билікпен санасқаныңызға қайдан, бірақ билігіңізді тіпті санастырып қойды деп ойлаймын. Белгілі бір ықпал етті дейсіз. Жақсы, Сәтбаевты жалпы тұлға ретінде, ғалым ретінде ғылымға келуін жақсы қарастырдық. Енді шындығында тұлға болып қалыптасты ғалым ретінде. Оның жаңа Қарсақбайдағы, оның геолог ретіндегі, маман ретіндегі маман болып қалыптасуының өзі бір үлкен нәрсе екенін білеміз. Және ол жақтан Қазақстандағы ең алғаш Қазақ КСР-ның ғылым академиясының құрылуында енді Сәтбаевтан басталатынын білеміз ғой. Бұл академияны құрудың өзі бір үлкен, жаңа айтып қалдыңыз, ғылыми майдан деп. Шындығында сол ғылыми майданға қалай келіп, ғылыми майданда осы академияның құрылуында Сәтбаевтың рөлін бір жастар білсе білер, көбісі біле бермейді шындығында. Яғни Сәтбаев біз былай сырттай танимыз, бірақ ғылым академиясында Сәтбаевтың рөлі қандай? Құрылуындағы. Енді осы сұрақ қойылған кезде тағы да мынандай тұзаққа түсіп қалмау керек. Яғни мен Қаныш Сәтбаевтың тұлғасын аша қалам, бұның жаңа қаһармандық ерлігін көрсете қалам деп, тек қана Қаныш Сәтбаевтың аты жөнін айтып отыратын болсаң, онда біз тарихты бүлдіреміз.
Сондықтан бұл ғалым Қаныш мың жерден дарынды, мың жылда бір туатын осындай бір таңғажайып тұлға болса да, қасында бұның тілектес, ниеттес, жәрдем беретін жора жолдастары, сосын билікте отырған. Билік деген ол сұмдық рөл ойнап кетеді бұл жерде. Билікте отырған тілектес чиновниктер болмайтын болса, онда Қаныштың бағы ашылмайды. Сондықтан Қаныш 41 жылы бұл жерге жаңағыдай геолог инженер ретінде даңқы дүркірейді ғой, 34-35-тен кейін шығады ғой, бұның жаңағы Орджоникидзені барып құлататын кез. Орджоникидзені құлатқаннан кейін Сталиннен 500 миллион рубль алды да мәсаған деп таған темір жол төсеп ана жерден жезқазған салып тастады. Енді бұның 40 жылы негізі бұл жерде екі чиновниктің атын ерекше атауға біз міндеттіміз. Бірі ол Жұмабай Шаяхметов, өзі екінші секретар болып отырды, өзі бірінші секретар Скворцов деген болды. Бірақ Скворцов интернационалист болғандағыны мына ұлтшыл қазақтарға аса қатты шүйлікпеген адам. Енді интернационализммен ауырған адамдардың бір жақсы жері сол да, толерантты болып, жаңағыдай Лениннің ұлт саясаты деген сияқты нәрселерге олар оң көзбен қарап отыра береді. Сондықтан бұл Шаяхметовті де шебер пайдаланды деп ойлаймын. Екіншісі сол кезде жаңағы Совет министров дейді, министрлер кеңесінің төрағасы, қазіргіше премьер бола ма сонда, ол Нұртас Оңдасынов. Ол Ғани Мұратбаевтың шәкірті кезінде, оны сол Ташкентте қашып пысып жүрген жерінен ұстап алып, оқытып, тоқытып, апарып, жаңағыдай ғылымға салып, одан үлкен осындай чиновник жасап шыққан Ғани Мұратбаев. Сол Нұртас Оңдасынов келіп қалды тағыны, мияқтан жаңағы Жұмабай Шаяхметов келіп қалды, екеуі бұны Сыр ғылым академиясының президенті Комаровқа таныстырды барып. Шыны керек, Комаров ең болмаса бір ғылым кандидатын алып келсеңдер қайтеді, айналайындар, мыналарың не сендердің инженер алып келгендерің дейді. Енді өзі бұның ғылыми дәрежесі жоқ, бірақ ғылыми журналдарда бұл өкіртіп мақала бере беретін болған. Кәдімгі өзінің оппоненттермен бұл Москва мен Ленинградтағы геология институтының академиктермен тірескен инженер кезінде. Олар бұны кекетеді, мұқатады. Сәтбаев деген Жюль Вернді оқып алған қияли қазақ, сосын максималист. Бұл геологтардың бәрінің ауруы, жап-жас болып алып, жаңағыдай әлемде жоқ жаңағыдай руданың кенін тауып атағын бірден шығарғысы келеді. Сосын қиялшыл екенін надан-ақ біле беруге болады. Өмір бақи түйе айдап, мал бағып жүрген қазақтардан техниканың тілін білетін бұрғышы шығарғысы келеді деген сияқты. Соның бәрімен айтысып, тартысып, соның бәрін бұл қиратып келе жатқан тұғын. Сол мақалаларының екпінімен ғой бұның барып қалғаны. Екіншіден 40 жылы Қазақ СССР-ның құрылуына 20 жылдық той болған кезде, соның Қазақстан ғылымының атынан біреу сөйлесін дегенде инженер Сәтбаев талып барады, ешқандай ғылыми атағы жоқ. Бірақ сол кезде сөйлейді тағынан академиктердің бәрін аузына қаратып кеткізді. Мысын басады. Сондықтан Комаров бұның ғылыми деңгейін, дәрежесін мойындайды тағыны, Жұмабайға да Нұртас Оңдасыновқа да айтқан сол жерде. Жарайсыңдар, мынау біздің СССР ғылым академиясының Алматы филиалының төрағасының орынбасары болуға бұл жігіт жарайды екен деп. Енді келгеннен кейін бұл 41 жыл 22 маусымда Алматыға Құдай сақтап, бұның қасына тілектес төбеден бұны билікпен қорғап, қолпаштап отыратын ұлтшыл чиновниктердің қасына табыла келді. Нұртас та бұның пайдасына жұмыс істеді, қалаған ақшасын жаңағыдай шешіп беріп отырды. Былайша айтқанда, ол енді ғылым деген қып-қызыл ақша ғой енді былай қарағанда. Жұмабай да бұған оң көзбен қарап отырды. Сосын үшіншісі ең ықпалсыз деп айтуға керек шығар, идеология жөніндегі секретар болып кімнің Ыбырай Алтынсариннің шәкіртінің қолынан оқып шыққан кім келеді? Ильяс Омаров келеді Қостанайдан. Ол финансист плановик, Ташкентте оқыған, Қызылорда финансовый техникумның директоры болған адам. Ол жақтан қудаланып Алматыға келгеннен кейін бұл 41 жыл саясат өзгереді тағыны, бұл қызметке келіп, сол 42 жылы Бұзырбаев қайтыс болғаннан кейін соның орнына отыра қалады тағыны, ол жерде команда құрылады. Бір шетінен сол кезде Әуезов бар. Ал Әуезов ол енді былайша айтқанда бүкіл қазақ мәдениетіне жан бітіріп, бәрінің тыныс алуын жаңағыдай немен оттегімен қамтамасыз етіп отырған жалғыз ғалым ана жерде. Сондықтан бұл ғылыми майдан басталардан алдын тағы да қайталап айтамын. Оның алдында бірінші мәдени майдан жүріп өтеді. Бірінші рухани құндылықтарды, мәдени құндылықтарын жинайды бұлар ана жерден. Оның бәрін театрға шақырады, жинайды, оның әртістердің бәрін киіндіреді, оны пьесаны өкіртіп жазады, оның артына брусиловский музыка қояды. Содан кейін ердегі оқуға тоқуға бейімі бар деген қазақтардың бәрін театрға спектакльге алып келеді, сосын саған гүрілдетіп ойнайды ана жерден. Ол ана дүрілдеген музыкалардың бәрі олардың ұлттық кодының бәрін шайқайды, ана империяның кезінде тапталып жаншылып қалған ұлттық намыстардың бәрін оятады. Біз өзіміз ел болайық та енді ел қалай боламыз деңіз, ел ғылыммен болады деп екінші этапқа лақтыру керек ананы. Сондықтан 43 жыл істеп жүргендерін қарасайшы, видеосында тұр, сол кезде жап-жас беттері деген жып-жылтыр бір әжім жоқ беттерінде. Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Ильяс Омаров үшеуі отырып алып, ана айтысты ұйымдастырып отыр. Сол кәрі шалдар, Жамбыл Жабаев, біреу Кенен Әзірбаев,
бәрі келіп алып ана жерде ол айтысып отыр, ол айтысты рахаттанып көре де алмайсың, бір енді олар төгілтіп бір жырлап жатқан ештеңесі де жоқ, әйтеуір домбырасын қағып қойып бір екі сөзді айтады енді ана жерден. Жамбылдың өзі бір аяғы көрде, бір аяғы жерде тұр, Жамбыл жабады. Соның жаңағы әділқазылар алқасының төрағасы отырғызып қойған, қасынан неше түрлі қыздардың бәрін жаңағы алтыншақтарын тақиясын кигізіп, олар шулап думандатып отыр ана жерден. Соның бәрін не үшін істеп жатыр бұлар? Бәрі бірінші ғылыми майданға дайындық жүріп жатыр ана жерден. Сосын екіншісі бұл жерде Сәтбаевтың ғылыми майданды жүргізуді, ол енді бұның шынымен пайғамбарлық дәрежедегі жүргізген дипломатиясы деп айту керек. Енді пайғамбар қалай жеңіске жетті деген кітаптарды оқитын болсаңыз, ол өзі пайғамбар өмірінде өзі үш ақ рет ондай қылышпен келіп шайқасатын кезі үшеу-ақ қой, бәрі біледі оны. Біреу Бадырда ұстасады, екінші тауда Худ тауының шетінде шайқасады, орыс соғысында келіп қоршайды. ол бір үлкен шайқас болмайды, тарап кетеді да, мүмкін барып ұстап алмаймын, бұларды Меккеде қоршайды. Сонда қалған жеңістің бәрі, жақтастардың бәрі ненің есебінен болды деген кезде пайғамбардың дипломатиясынан болды деп айтады. Бәрінің көңіл таба берген, ешкімнің жүрегіне андай қатты сөз айтпаған. Қаныш та тура сондай саясат жүргізеді. Қалай енді, ой сен Алматыда сен 38 жыл кеше ғана елдің репрессия жүріп өтіп бәрін атып тастады, сен 41 жылда селдіреген адамың, ғалымың жоқ, ғылымың жоқ, не істейсің ана жерден? Ана эвакуациямен Москва мен Ленинградтан ана Комаров бастаған ғалымдардың бәрі, ана кімнің жаңағы Дружининнің бар ма, Панкратованың бар ма, Грековың бар ма, бәрі шорып келген жоқ қой мына жерге. Ал енді дипломатия дегенді қарашы, сол кезде Брусиловский еңбегінде жазады, соның 41 жылы не болды дегенде, ойбай, соғыс басталғаннан кейін эвакуация болды дағыны, Алматыға бәлем вагон адамдар келеді ана жерден. Барар жер басар тауы жоқ, кейбіреулердің жаңағы күйеуі жаңағы авторитетный адамдар үй тауып бер деп Қазақстан үкіметінің барын жағасынан алады, чиновниктер. Олар не тауып берді оған дейді, бәрі ол кезде жер үй. Бір үйге 3 семья, 4 семьядан алып престеп тыға берген. Былайша айтқанда сұмдық қой, өзің үйіңде өзің жүріп тұра алмайсың енді, ол бала шағасын мінгіріп алады аналар. Сонымен 3 жыл, 4 жыл тұрған ана байғұстар. Енді сыймағандар далада қалды дейді, кәдімгідей жаздың күні теректің астында ұйықтады деп. Сондай қысым болып жатқан кезде Сәтбаев Нұртас Оңдасыновқа кіріп айтып жатыр. Нұреке, ана академиктер келе жатыр, біреудің үйіне түсірмейсің. Өлтіріл, әрқайсынан жеке-жеке үй тауып бересің, жерден қазсаң деп. Сонда тек ғалымдарға, академиктерге ғана жағдай жасайды. Соның бәрі не үшін істеп отыр? Ертең керек болады мыналардың бәрі маған, мен өзім академия ашып, өзім қазақтың ғалымдарды шығарған кезде мыналардың бәрі оларды оқытады деп. Оның бәрі біреу темекісін апарып беріп жатыр, оның бәрі біреу шайын апарып беріп жатыр, ананың зонтигін апарып беріп жатыр, ананың шаштаразды әкеліп оның мұртымен сақалын бастырып кетіп жатыр, алма апорт әкеліп беріп жатыр, қағаз қаламын түгендеп жүр. Кішкентай бала сияқты жүгіріп жүр ана жерде. Мына академиктердің батасын алып қалыңдар, жаман болмайсың деді. Оны түсінбейді біздіңдер. Немене кішкентай баласы жүгіріп жүрсің, оны күліп отыр қаншқа. 4 жыл табанынан тозып соның бәрін істеді бұл кісі. Не болды сосын? 45 жылы қайтты үйлеріне бәрі. 46 жыл сосын ассалаумағалейкум деп қаса шөкеде ертіп алды, Комаровтың үйіне, дачасына барды. Сосын не болды деп еді, осылай маған Алматыдан өзім бөлек ғылым академиясын ашам деп тұрмын. Соған сіз қол қойып берсеңіз. Ол Комаров егер сол кезде эвакуациямен Алматыда болмаған болса, Қанышпен қоян қолтық семьясымен араласпаған болса, соның жақсылығын көрмеген болса, ол өлсе қол қоймапты да ана қағазға. Қайтып қоймады. Тәуелсіз академия не керек оған? Жоқ, жағдайың жоқ, базаң жоқ сенің. Түк жоқ ол кезде Алматыда. Сен қаға барып қойын деп отырсың академияны, ғимаратың жоқ деп. Сонда сіз тек қол қойсаңыз болды, қалғанын өзім батырдым. Комаров досы, дипломатия, достық қарым-қатынасты үзе алмайды, мақұл. Көңіліне қарап қойып береді. Ждановқа барды да, міне Комаров келісім берді. Жданов ақша бөлді, бұйрық шығарды. Бітті сонымен шаруасы. 46-та келді тағына, қалғанын Шусовпен, мынаның архитектурасын дәл отырған бөлменің бәрін Шусовқа сыздыртып барды. Материалмен тұрмын, айналамызда мына материалдардың бәрі тұрмын, құламайтын өмір. Қаяқтан? Долгополовтан алды. Оның осы жерде айта кету керек. Қазақ СССР ғылым академиясының тез соғылып, материалдарының тез келе қалуына тікелей ықпалы болған адам, онда ол Құнанбайдың баласы Абай атамыз болады. Соның үйінде қонақта болған жаңағы чиновниктің әкесі Долгополов, соның үйінде тамақ ішіп, қымыз ішіп отырды ғой, әңгімелесіп, философия соғып. Ол Абайға тәнті болған соншама өзінің баласының құлағына құйды сосын. Айналайын, ертең қазақтар өсіп-өніп алдыңа келіп жатса, тірлігін тоқтатушы ма, қолынан келген жәрдем дайыма. Міне айтқан айдай келді. Баласы СССР ғылым академиясының шаруашылық бөлімін басқарып отырса, алдына Қаныш Сәтбаев кіріп келіп тұрған жерде, Бөпежан екеуі. Осылай бізге көмек керек деп. Алдыда не керек бәрін төкті ана жерден. Бір эшелон материал келді ана жерден. Ол кезде біздің өкіметтің балансында ондай техника материал жоқ. Материал жоқ. Соның бәрін алып келді, соқтырды олардың бәрін. Сондықтан бұл жерде
ғалым адамдарға ғылым өндіремін, мен академия ашамын, мен осы елді халықты өрге сүйреймін деген адамдарға қырсық, қыңыр мінез жараспайды негізінде. Ол түк те келмейді. Біреумен ерегісу, біреумен ұстасу. Жалпы маңдайында соры бар адам қолында мөрі бар адаммен ұстасады дейді ғой. Ол маңдайының соры болмайтын себебі қолында мөрі бар адамдардың біреумен ұрыспайды. Одан кейін де әр сол Москвадағы, Ленинградта отырған институттың директорлары бар, ғылым академиясын басқарып отырған ықпалды академиктер бар. Бәрінің туған күнде телеграмма жіберіп отырады. Болмаса телефонмен звондап оң жағдайын сұрайды. Алматыға барған сайын, Алматыда ғана болатын шоколад бола ма, коньяк бола ма, апорт көбісі. Соның бәрін чемодан салып алып, үйлеріне барып, кабинетіне кіріп, әйелдеріне орамалап алып, соның бәрін көңілін тауып отырады. Не үшін соның бәрі? Ертең Алматыдан аспиранттар жібереді бұлан жаққа оқып кел деп. Сол кезде алар бәрін жайғастыру керек, оның бәрін жағдайын жасау керек, түсінбеген нәрсесін уақыт бөліп оны сөйлесу керек. Қаныш Сәтпаевтың атынан келіп тұрмын деген кезде олар төрт аяқтап жүгіру керек ана жерде. Болғанбыз, Сәтпаевтың үйінде талай қонақта болғанбыз деп. Сондықтан бұның бәрі енді бұл жерде дипломатия деп аталатын ғылым іске қосылып кетті деп, оның асын сызып тұрып айту керек ана жерде. Өте дұрыс. Жақсы, өте дұрыс. Ғылым академиясының жалпы құрылысының өте керемет, Қаныш Сәтпаевтың шынымен дипломатиялық қатынасының, дипломатиялық былайша айтқанда әрекетінің нәтижесі деп ерекше атап өттіңіз. Ғылым академиясы шындығында 46 жылдан басталып өте үлкен ауқымды ғимарат. Қазір осының ішінде отырмыз, Сәтпаевтың өзінің кабинетінде. Енді Қаныш Имантайұлы Сәтпаев қазақ ғылым академиясын құрды делік. Енді оның ішкі мазмұны, яғни ғалымдарды қалыптастыру, жалпы ғылымды енді қалыптасып жатқан ғылым, оны ішкі мазмұнын, оның даму стратегиясын құру, жалпы ғылым қай бағытта, қандай бағыттарға басымдық берілу керек, ғылымның қай саласы приоритетте болу керек, және ғылымды дамытудың былайша айтқанда стратегиялық несі дейміз ғой енді, бір бағыт бағдары. Соны ішкі мазмұнын құруда қандай да бір атап өтетін бір ерекше мәселелер бар ма? Мысалға біз мына мәселелерді Сәтпаев басымдық берді, нәтижесінде мынандай жетістікке жетті. Мысалға жаңағы көшпелі отырыстар жасауы, яғни ғылыми сол кездегі реформалар. Қазір уақытта біз үкімет, мемлекет ғылыми реформаларды жыл сайын біз жасайды, министрлік. Бірақ сол ғылыми реформалардың бір керемет үлкен нәтижесін ғалымдар сынап жатады, көріп жатқан жоқпыз деп. Жыл сайын реформа. Бірақ енді Сәтпаевтың сол кездегі ғылымды дамытудағы моделі дейік енді, қазіргі үлгі болатындай. Енді мен қазіргі ғылымның формасы, ол сіздің жаңа айтып отқан чиновниктеріңіз қандай реформа қабылдады, ол не жеміс берді, не жеміс бермеді, мен оны білмеймін, ол салада жоқпын, өзім баспамда кетіп бара жатқан адаммын. Ал бірақ енді Сәтпаевтың өзінің күресетін кезінде Ілияс Омаров болсын, сол кезде жүрген, тіпті сол чиновник Нұртас Оңдасыновтың өзі гәптің қаяқта екенін жақсы біледі. Себебі Нұртас Оңдасынов премьер-министр болып отыр ма? Соның өзі 13 жасына шейін мына молданың алдында болып, мына діни қиссалар бар ма, мен айтып жүрген, соның бәрін жатқа соғады. Оның барлық естеліктерде тұр. Оның тағы бір дәлелі, ол кісі пенсияға шыққаннан кейін отырып алды тағына қазаққа, араптан, парыстан кірген сөздігін жасап тастады мысалға. Былай қарапсаң енді өмірбақи Москвада тұрған өзі әйелі орыс премьер-министр болған чиновник сондай сөздік жасап, былай қарапсаң, соны бала кезде 12-13 жасқа шейін оқыған базасы сол бүлінген жоқ. Қартайғанда бәрі алдынан қайтып шықты. Бұл Нұртастың басында болып отқан жағдай, чиновниктің. Ал енді идеологияны жүргізіп отқан Әуезов пен Ілияс Омаровтың жүрегінде, миында не қайнап жатқанын Құдай білсін. Ал олар ол кезде ол шығыстың даналығын бәрін батыстың философиясымен араластырып соғып алған. Бәрі мынандай шежіреге жүйрік. Сәтпаевның өзі ана келген студенттермен сөйлескен кезде Москвада принцип түрде қазақша сөйлеседі. Сосын руың кім деп сұрайды. Тоқтай тұр, сен пәленше жеті атасын бәрін шағып, ана жерде генеалогиялық картасын қолына ұстатып жіберді деді, өзің танып жүр айналайын деп. Сондықтан бұлардың бәрі сол жерге жиналып, ана приоритетті алған кезінде бірінші ауыз әдебиетімен, сосын жыр нұсқаларын жинау деген. Себебі мына Хайдеггердің айтатыны бар ғой, өнер адамдары, жыршылар, әншілер, болмыстық тасушы сандықтар деп. Шынымен де сондай, солар жырлар орындалған кезде, әндер орындалған кезде барып, сол заманның атмосферасын, сол замандағы адамдардың басынан кешкен сезімдерді, солардың эмоциясына қайта түсуге солар ғана мүмкіндік береді. Одан басқа біз мүмкіндік ала алмаймыз. Сондықтан бұлар
қолдарынан билік тиіп академияны реттейміз деген кезінде Сәтбаевтың бірінші стратегиясын қарасайшы, ана бірінші әдеби үйірмелерді ашасыңдар, сосын әрқайсысын ауылда кімнің ауылында ескіше хат танитын, осындай шежіре жыр қиссаларды айта алатын кім бар, бәрін жазып маған жіберіңдер деп жіберіп жатыр. Соның бәрін жинап дәл осы академияның мына сол жақ қанатында қазір тұрған мынау кітапхананың ішінде арғы жағында сирек кітаптар қоры деген бөлім бар. Соған барып кірсеңіз, Сәтбаевтың кезіндегі экспедицияда жиналған ауыз әдебиет нұсқалары деген толып жатыр ана жерде. Сарғайып қағаздар деген нөмірлемеген, білмеймін мен, оны реттеп жатыр ма, реттеп жатыр ма, оны білмеймін. Бір рет көрген бірақ соларды алып тастап. Сондықтан мысалға 44-ші жыл ма, 47-ші жыл ма, есімде жоқ, әйтеуір академия құрылды, құрылған жоқ. Соның ар жақ бер жағында Орал қаласында ма бір молда сотталып 10 жыл ма, 15 жыл ма неге кетеді? Сібірге. Ол парысша, арабша судай. Сол келгеннен кейін ол Сәтбаевқа хабар жетеді. Осындай ескі кітаптарды оқи алатын аты Ғұбайдолла мен сондай бір кісі түрмеден босап кепті деп. Қаныш Сәтбаевтың ғылым академиясын құрудағы батырлығын приоритет деп қалдыңыз ғой. Приоритетмен келді. Шығыс даналығын бірінші жинау. Себебі адамның көңілін ашатын, адамды мәңгілікке құмарлатын нәрселер сол шығыс даналығында киелі кітаптардың ішінде жатыр. Сол Оралда жатқан молдаға телеграмма жіберіп жатыр. Осындай жергілікті өкіметке сотталып келген осындай пәленше молданы біздің Қазақстан ғылым академиясымен серіктес болып бізбен бірге осындай жұмыс істеуге көмектессеңіз, септессеңіз, ақша бөлсеңіз деп. Кім істейді оны мысалы қазір? Сондай ескілікті білетін. Мен бұл жерде бір мысал айта кетейін. Бір ғалым маған жолықты, үлкен кісі. Осындай көне парысша, арабша мәтін оқи алады. Сол бір заманда осы жерді басқарып отырған бір кісіге кірдім дейді. Сөйттім айтты, мен осыны мына көне жазуларды оқып кітап қылып шығарсақ, бізге бір бөлмеге жағдай жасасаңыз деп отырып, сенің сирек кітаптарың қолжазба маған не береді деп айтты дейді. Геологияға ғой жағдай жасасам алтын тауып береді. Мұнайшыларға ғой жағдай жасасам мұнай тауып береді. Анау бәлен жерге жағдай жасасам ғой маған экономикамды көтеріп береді. Математикаға маған мынандай есептеп береді. Не түседі сенің сарғайып кеткен қағазыңнан деп айтты дейді. Сонымен таң қалдым мен ана кісіге дейді, қалай ол ғалым атанып жүр дейді. Ол ғылым дегеннің бәрі қолжазбадан басталмай ма, киелі мәтіндерден, содан кейін бар ол рационалды ғылымға айналып кетпей ма деп ана көке маған өкпе ренішін айтып, осыны бір ескертіп қойшы, подкастта отырған деп жақсы болды, есіме түсіп кетті. Сондықтан ана бірінші ғалымдардың бәрін жинаған кез қарашсыз өзі Мәлік Ғабдуллин ұстап алып ана Қобландың жырын зерттетіп отыр анаған Мәлік Ғабдуллинге. Сөйтіп бәрін сонда бір ғылымға. Енді әуезов ол мына басқа саланың осы әдебиеттің ішіндегі қазақ тіліндегі сөйленетін жырлардың ішіндегі рухқа байланып тұрған өте жақсы біледі. Ол мына әдебиетке бейімі бар адамдардың бәрін басқа ғылымда жүрсе де өзіне қарай тартып ала беретін кәдімгідей ауру оған дертті. Сен әдебиетке бейімі не істеп жүрсің жоқ та экономика, кезейсен бері деп. Ал Қаныш болса өзінің геологиясына тартады ғой, сен математикаға бейім бар екен деп. Ілияс Омаровты болмаса финансист, экономист, плановик. Соны азғырып, тырнақшаның ішінде азғырып, ақыр өзінің жаңағы сен әдебиетші болатын боласың, не үшін жоқта қой, ол экономика сенсіз де оламайды деп. Ақыр өзінің жағына барып тартып алып, ақырда мәдениет министрі жүрген, сол кім? Өзі қайтыс болғаннан 68-де болды ғой, бірақ ол соған дейін жаңағы творчествомен айналысты, Қазақфильмде отырды. Сондықтан бұлар негізгі приоритетті алған кезінде бүкіл күшінің бәрін, яғни барлық ғылым түбінде тек қазақ тілінде сөйлеу керек. Биология болсын, техника болсын, мұнай саласы болсын, экономика болсын, бәрі қазақша сөйлеу керек. Ол үшін қазақ тілін дамыту керек, мүмкіндіктерін сұрайтындар деп бұлар сөз түрі соға кіріспей ме бәрін. Енді бұның дәлелі ретінде қай жыл 56-шы жыл ма 57 есімде жоқ. Әйтеуір Суслов хабар таратады барлық республикаларға. Осылай академиядағы ақша тым көп, бюджетті қысқартамыз. Әр республика қанша 16 ма 17-18 институт бар еді өзде. Барлық институтқа бірдей ағыл-тегіл ақша төлей алмаймыз. Жоғарғы категориямен бір-ақ институтқа төлейміз, қалғандарын төменге қарай кетесіңдер дейді. Енді біз қазір ақымақпыз. Жаңағы онша емес басшының айтқан сөзі сияқты, сенің қолжазбаңнан не түседі? Мен жаңағы геологтарға жағдай жасасам, маған алтын тауып береді деген кішкентай балалардың әңгімесі, енді былай қарап тұрсаң. Сол сияқты елдің бәрі анаға табыс әкелетін институттарын жағдайын жасауға тырыспайды енді. Соны Шөкен шақырып алды дейді, бергел деп. Сәтбаев барасың, Сусловқа кіресің,
тіл және әдебиет институтына алып қаласың. Түсіндің ғой дейді. Қара, міне приоритет деген қаққа кетіп жатыр. Себебі ар, ұят, ождан, бүкіл қазақтың намысын, рухын оятатын сиқырлы сөздің бәрі сол тілге байланып тұр ана жерде. Ол тіл шығыс даналығынан тартып отыр, оның бәрін киелі мәтіндерден сөйлеу керек қой, киелі мәтін. Қазақ тілінде сөйлейтін, басқа қай тілде сөйлейтін. Оны сен арабшасын оқи алмайсың ғой. Түбі арабша жазылып тұр мысалға, парысшасын оқи алмайсың. Қазақша аударылып барып келеді саған. Сусылыққа барады. Барғаннан кейін айтпаймын мен енді. Осылай біз тіл және әдебиет институтына алып қалайын деп жатырдық. Сусылов таң қалған. Және ол өте, мен ойлаймын, ол өте сұрқи адам ғой, негізі өте зерең, ол жүрген біреу емес қой Суслов деген. Ол күмәнмен күдіктеніп қалған. Сендер оны таңдап отырсыңдар деп. Шөкин тұрғанда оны алдай саған. Енді оны өте беделді, атақты жазушымыз бар еді, Ленин премиясын алып отырған Әуезов деген. Сол кісі басқаратын болғаннан кейін енді ұялып отырық сол кісіден, енді ұят қой. Тот самый, это Әуезов, который написал «Абай жолы». Я недавно прочитал, мне очень понравилось, кстати. Әкел деп мә саған деп қол қойып жіберді. Сонымен ең жоғарғы категориямен төленетін ақша қазақ тілін жетілдіретін ғалымдарға бөлінеді. Қалғандарына айтады, сендер осыларға жалғанып тұрсаңдар өлмейсіңдер, мияқтан сендерге оттегі барып тұрады деп. Сондықтан қазір мен жүрген жерім бәрінде айтып жүрмін. Бүгін сіздің подкаст пайдаланып тағы да айтамын. Жалпы тойға барғанда, қонаққа барғанда, туған күн болғанда, ауызашар болған кезде, егер қазақтар қайтадан егер бір ұлттық намыс оянып көтерілем дейтін болса, төрге қазақ тілі мен қазақ әдебиетін зерттейтін ғалымдарды, болмаса сол пәннен сабақ беретін университеттің ұстаздары бола ма, мектептің мұғалімдері бола ма, солар төрге шығарып үйрену. Енді ол профессионал болса әрине, енді жүрген халтурщик болса шығармайсың ғой. Себебі келген кезде жаңағы әкім қараларды, экономистерді, ақша табатындарды, болмаса жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитетінде істейтіндерді, банкте істейтіндерді, кредит әпергіштерді, болмаса блогер, оны айтпай ақ қояйық, соларды үфлеп ойбай деп төрге шығарып, қазақ тілін, қазақ тарихын, әдебиетін зерттейтін ғалымдарды, мұғалімдерді екінші сорт адам сияқты төменге қарай ысыру деген, ол енді мемлекеттің күйреуін алып келіп соға деген бүйтіп кете беретін болса. Сондықтан ол әрбір семьяда, отбасында солай басталу керек. Кәдімгі бірінші өзінің ана тіліне. Енді бұл жерде тағы да бір нәрсе айта кетейін. Мысалға Қарсақбайда болып жатыр оқиға. Бұл енді менің шамамда 36, 37, 38, 39 жылдары деп ойлаймын. Себебі сол кезде жаңағы үлкен чиновник Нұрмахов деген болған. Сосын облыстың секретары ма Қарсақбайға барамыз деп, Сәтбаев мәшесімен кеткіңіз бір ауылға түспей ме? Ол түскен кезінде бас тарту керек үйіне көз. Келеді де қарса Нұрмахов үлкен Алматыда отырған чиновник отыр, мына облыстың бірінші хатшысы отыр, мына жерде Қарсақбайда мыс ашып отқан кімсің Сәтбаев отыр. Ал басты кім жейді енді дейді, сен ал отыр ғой ана жерде. Соны Сәтбаев тұрды, давай оны былай әділдікпен шешейік дейді. Қалай дейді, қазір отырамыз да Қарсақбайға келе жатқан сапар жөнінде әрқайсың 5 минуттан әңгіме айтасыңдар. Егер біреуің орыс сөзін қосып жіберетін болсаңдар, бас жемейсіңдер дейді. Келісті дейді. Нұрмахов айтып баста дейді. Ол тоңқалаң асады 2 минуттан кейін бір орысша сөз айтып кетеді. Болды, сен жеңілді, бас жоқ саған. Енді облыстың бір секретары сен айт енді дейді. Ана отырды 3 минуттан кейін ол да тоңқалаң асады. Болды, сен де қоя ғой дейді. Кезек Сәтбаевқа келді. Ал сен баянда дейді. Бұл тұрады тағы жаңағы жусалдан бері қарап мәшинемен шыққанын баяндайды ғой. Сол айтып кетеді тағы. Бәрімен келісіп алайық. Мәшине деген сөздің қазақшасын табыңдар, болмаса солай қолдана беремін. Ойлап, болды айта бер мәшине дейді. Сонда жолда радиатор бұзылып қалды дегенде, мәшиненің самаурыны бұзылып қалды дейді. Краннан су ақпай қалды дегенде, шүмектен су ақпай қалды деп бәрін аударып тастады. Бұл нені білдіреді? Бұл Қарсақбайда жүрген кезде Сәтбаев техниканың бәрін тілін түбінде қазақша сөйлетемін деп оны аударып отыр. Себебі оның алдында бұл 23 жылы, 22 жылы жазды ма? 23 жылы жазды ма? Томскіде туберкулезбен ауырып қалып үйіне келген кезде киіз үйде жатып алгебра қазақша аударып тастаған. Бұл алгебра, математика бәрі біз айтып жүрген мына қазір математикада алгебрада қолданылатын қазақша терминдердің бәрін орысша жасап тастаған 23 жасында. Сондықтан ғылым академиясы құрылған кезінде бірінші қазақ тіліне басымдылық беріледі. Тұра тұрыңдар. Оның ішінде әдебиет, оның ішінде адамның көкірегін осында құндылықпен толтыратын барлық әдеби, мәдени, қазір ғылымдағы трансцендент құндылықтар дейді. Яғни адамның болмысын мәңгілік болмыспен байлап тұратын ортадағы киелі көпірлерді толтырып алайық. Сосын ешкім ешқайда кетпейді. Геолог сен алтынды қаза бер, мұнайшы сен жаңағы мұнайыңды барып өндіре бер, экономист сен жаңағы кіріс шығысыңды есептей бер. Ең бастысы бізге мына байланып тұрсаңдар болды. Қазір енді осындай негізгі қазақ тіліне, қазақ әдебиетіне, қазақ шығыс даналығына басымдылық бермеген кесірінен не болды енді міне?
Қазақстан мынандай жағдайға жетті, суицид бойынша әлемнің алдына шықты, ажырасу бойынша алдына шықты, лудомания бойынша барлық не бар бәрінің алдына қарай кетті ғой. Оны тоқтатудың бір ақ жолы бар. Сәтбаевтың стратегиясын қайтадан қолданасың. Қайтадан Әуезов екеуі не істеді, соны айнытпай істейтін болсаң, бәрі қалпына келеді. Сондықтан мен тағы да қайталап айтамын, және бұл ойымнан жуық арада бас тарта қоямын деп өзім ойламаймын да. Дәл осы ғылым академиясының жаңағы көне кітаптар сақталған, сирек кітаптар қоры бөлімде жатқан кітаптардың бәрін шаңын қағып, бірінші факсимилясымен бір шығарып алады оны ғалымдар, ақшаны төгу керек енді жүрген, ол ақшасыз тірлік болмайды. Сосын екіншіден олардың бәрі шыққаннан кейін оларда адаптация, яғни жалпы мына әдебиет, тарихтағы болған оқиға, адам болмысы дегендер үнемі 25 жылда бір рет ревизиядан өтіп, жаңалап, түлеп, ескінесін тастап, жаңарып отырмайтын болса, бұл ғылымға ілес жүре алмай қалады, ықпалын жоғалтып алады. Бейімдеу керек дейсіз. Ол үнемі бейімделіп отыру. Бұл жаңағы Декарттың болмаса Паскальдың шығарып тастаған формуласы емес, бір рет шығарып қойып, болмаса Ньютонның заңы емес, ал ұрып кете береді. Бұлар әр заман түпкі мәнін жаңалап, жаңада немен сөз қорларымен оны толықтырып отыру керек. Сәтбаевтың оны өзі ере дегенде сүйіп істеді, мысалға. Ноғайдың сөздерін бәрін лақтырып тастап, татардың сөзін тазалап, қазақша жасап шықты, мысалға. Жақсы, өте орынды. Сәтбаевтың жаңағы реформалары демекші, шындығында ғылым академиясының ішкі мазмұны, мәні бар стратегиясын енді шебер құруы, бұл үлкен бір миссияға, яғни ғылымның негізгі миссиясын алып келіп тоғыстыру деп ойлаймын. Сол миссиямен бүкіл ғалымдардың барлығының зерттеуі бар, бүкіл мақсаты бар, барлығы сол миссияға тоғысып, сонымен ғылымның дамуы жүзеге асты деп ойлаймыз де. Қазіргі жағдайда да ғылым академиясы, президент жанында ұлттық ғылым академиясы құрылып, 2 жыл төңірегінде Сәтбаевтың жаңағы стратегиясы бар, жаңағы ғылымның приоритеттерін дамыту мәселесі, реформалары, көшпелі отырыстардың өткізілуі, қазіргі уақытта региондарда, аймақтарда көшпелі отырыстар өткізіліп, зерттеу жаңағы ғылымның приоритетті басым бағыттары бойынша зерттеулер жасалып жатыр. Және аймақтардағы жаңағы региондардағы академияның филиалдарын немесе институттарын ашу, бұл да қазір қолға алынып жатыр. Осы тұрғыда Сәтбаевтың осы жаңағы реформаларына жалпы қысқаша тоқталып өтсеңіз, мысалға бұндағы региондардағы ғылымды дамытудағы мақсат не еді? Неге Алматыда отырып бүкіл Қазақстан ғылымын дамыта салмады отырып? Жоқ, жерде енді бұны Бөпежан Айапберген көшпелі сессия жайында өте жақсы жазған. Ана қаншаға осындай деген өзінің несінде мемуарында Қалмұқан Исабаев жазды ғой енді. Сонда ол мынандай нәрсе дейді да. Бұл ғылымды өлтіріп қою мүмкін, практикада қолданбау деген нәрсе. Себебі Қаныш Сәтбаевтың өзі шәкірттерін бәрін үнемі ұрсып отырады да. Адамның білімді көп кітап оқыған ештеңе шешпейді ол қазір. Аз білімің болса да соны тұрмыста практикада қолдансаң, содан көп нәтиже шығады деп бәріне айта береді ана жерден. Сондықтан алар енді жаңағыдай ғылымды өлтіріп қою деген не? Көп кітапты оқып алады да, ешқандай практикаға, өндіріске араласпайды. Бірден келеді дағы мына жарқырап жайнап тұрған кабинетке келеді дағы, жұмсақ диванға былқ етіп отыра қалады дағы, сол жерде сол жаңағы есептеп отырады, зерттеп өзін алдай береді. Ол ғылым үнемі практикада қолданылып, сол кезде барып оның ақиқаты шындығы бетіне шығып отыру керек қой, мына қолданып шынымен сондай болды деп. Сондықтан да өзінің жаңағы академиясынан бірден қызыл диплом бітіріп келген мықты потенциалы жарып тұрған жігіттерін, тіпті Шахмардан Есеновтің өзін бірінші сен барып жезқазғанға барып ана шаң жұтып көрші, содан кейін сөйлесеміз деп бәрін алып лақтырып тастайды. Ал енді көшпелі сессияны ұйымдастырған кезінде ол мынандай нәрсе. Мысалға әр регионда чиновниктер бар. Сол өзінің аймағын көтергісі келеді, проблемалар шешкісі келеді, халықты сумен қамтамасыз еткісі келеді, болмаса жаңағыдай өліп жатқан балықтарын аман сақтағысы келеді деген сияқты ғой енді. Оған ғылымы жетпейді оның. Істей алмайды, мен балықтың не үшін өліп жатқанын қайдан біледі чиновник. Сосын тұрады да бұлар 49 жылы ең бірінші бұлар Гурьевке ұйымдастырады. Себебі кезде Гурьевтен мұнай шығып, бүйтіп уже халықта ана бекіре бар, не бар, өте стратегиялық маңызды орын. Сөйтті дағы көшпелі сессия деген не дейді? Сөйтіп сұраса айтып жатыр, ол дейді 4 па 5 па вагонға 100-120 ғалымды кәдімгідей салып оны Москваға заявка береді екен. Сәтбаевтың жобасы бойынша деп. Ол ақшаны Москваға бөлдіреді. Сен пысығың қалса сен, Алматыдан да бөлдірмейді. Ана Москвада бюджетті енді сұмдық қой, 120 адамға ғалымды алып Гурьевке апарып, ең кемінде 2 ай алды, 3 айға дейін қамап қояды. Барады жеке гостиницаға үйлерге түсіреді. Түсіргеннен кейін соны геологтарына сен бар разведка жасап келдіңдер, барлап келдіңдер, экономист сен бар есептеп кел, жаңағы мұнайшы сен бар мұнайдың құрамын зертте, теңізші сен бар теңіздің құрамын зертте,
бәрін жан жаққа шашып жібереді дағыны, әрқайсысы жеке жеке жаңағыдай барлап келгеннен кейін тұрғызып қояды да сөйлетеді ана жерде, не көрдің, не байқадың, айт мына жерден. Олар тұрады да айтады, ана жерден былай болып жатыр, былай болып жатыр. Жергілікті әкім араларды да сөйлетеді. Сендер айтыңдаршы, бізге жағдай қалай өзі, проблема неде, мен соған қарап ориентир алайын. Олар сөйлейді. Бұл ол әкімдерді қазіргідей жазалауға, комиссия болып тексеруге бармайды, анаған көмектесіп жатыр. Себебі айтып жатыр, ғалым адам сенің қызметіңде тұру керек негізінде. Сен де халықтың қызметшісің, мен де халықтың қызметшісі. Екеуміз бірлесіп іс қыламыз, рахатына халық көру керек. Сөйтіп сол жерде отырып алып, ана балықтарға қатысты мәселе болған кезде бізде ихтиолог жоқ дейді. Мен саған ихтиолог тауып беремін, балық зерттейтін, сен бірақ баспанасын тауып бересің деп облыстың әкіміне әкеліп отырғызып қояды да. Бірінші секретарға, мына үймен қамтамасыз етесің, айтып саған қашып кетеді, лаборатория соғып бермесіңдер деп. Сөйтеді дағыны ол бәрінің сол жерде қордаланып қалған мәселесін бәрін ғылыммен талқандап, бәрін тап таза ғылыми қорытындымен, тек ғалымдардың қорытындысымен ғана жасайды. Содан кейін барады да енді әкімге көзін шұқып тұрып түсіндіреді. Мынаны бүйтесің, мына ғылым бойынша былай, ақшасын өзім тауып беремін дейді, Москвадан тағы бөлдірді оны. Сөйтіп бұл Қарағандыға да, Жезқазғанға да, Өскеменге де қуғын сүргіннің кезінде бұл 3-4 жыл ма жаңағыдай қуғын сүргінге түсіп қалды, экспедиция ұйымдастыра алмай қалатын себебі сол көшпелі сессия. Әйтпесе ол одан да күшті болатын еді дейді. Ал енді жаңағыда Қарағандыда, Өскеменде де жаңағы Гурьевте күшейіп кетті мысалға. Себебі әкімдер көшпелі сессия келеді, Қаныш Сәтпаев келе жатыр екенсе бәрі қуанады дейді ғой ана жерде. Ой, жақсы болды, келе қойшы, айналайын. Себебі аналардың басы жетпейді, не болып, не қойып. Мысалға біздегі жаңағы киіктердің қырылуы, су тасқыны, сосын ана жаңағы жабайы даладағы жануарлар миграция жасаған кезінде өте алмайды жолдың мына бетіне. Ана бір жынды барып, өзімнің жерімді егеленемін деп экскаватормен 2 метр жер тасбақалардың бәрі барып ана шұңқырға түсіп, тасбақаның бәрі қырылып қалды мысалға. Соның бәрі неден болып жатыр? Соның бәрі соны ақылдасатын ғылыми негіз жоқ тұжырым. Оған егер Сәтпаевтың заманы болса, Сәтпаев сессиясымен барады дағы 100-200 ғалым отырғызып қойды, тасбақаларды зерттетіп қойды, тасбақа қаққа кетіп бара жатыр, ана қаяқтан өтеді ана жолдарын ашып қойыңдар ана Ақбөкен қаяқтан қаққа қарай көшіп жатыр. Көшетін жерлерін табыңдар да, сол бәрін жердің астына туннель жасаңдар деп жасатады оны. Ана суды таситын болған кезде онда есептейді, Сәтпаев отырып жатыр, гидрологтар нақ біледі ана жерге, тоқта мына су тасыған кезде қаққа кетеді артық су. Сондықтан міне ғылым академиясының әлсіреуі, ғылым академиясының құлауы деген соның зардабы тасбақаға дейін тартқаннан кейін қоя берсейші, біз ғой сірә баттық. Енді ана шегіртке меңірткелерге шейін қырылып қалды. Ана не үшін Атыраудың халқы қазір жылда маса қаптайды деген бәрі масаға таланып, адам жүре алмайды ана жерден. Жоқ, кім айналса да масаның тілін білетін ғалым болды. Мен білмеймін мысалы масаны қалай өлтіру керек. Қаяққа балалап жатыр, нақ көйіп кетті. Қайдан білемін оны? Биолог шақыру керек болған. Сондықтан ғылым қай кезде өркендейді деген кезде сен кабинетте бірдеңе сен қиялыңды бірдеңені жасап отырсың өзіңше теорияда. Алып барады да сен Атырауға болмаса Қарағандыға емес Өскеменге салады. Мен тексеріп берші деп. Ана өндіріспен бетпе-бет келді. Тарс етіп маңдайы тасқа тиген кезде барып сенің ана қағаздағы ғылымың шашылып қалады. Оның орнына басқа зат пайда болады. Сосын ғылым несімен ғылым деген статусты алып тұр? Әмәнда жаңа фактімен толысуға, ескі фактілерді лақтыруға, өзінің қатесін өзі іздеп тауып, сол қатесінен арылуға қабілетті болған үшін ол ғылым деген мәртебе иеленіп отыр. Сондықтан үнемі практикада соқсат, қателіктер көрінеді, артқа қарай шегінеді, тағы да келеді. Мүмкін енді бір шетінен ғылымның жауы деген қомағайлық деп бұл айтып отырдар. Қомағайлыққа салынбаңдар, жердің астындағы байлық шыға береді екен деп ойланбаңдар сендер. Оның бәрі есептелу, ұзаққа шабу керек олар. Сондықтан есептеп, шақтап қана керек неңді шығыныңды өтейтін жағдайдан ғана жасап отырыңдар. Мұнайды да, мысты да, барлық кен көздерін осылай есептеп отырады. Жақсы, өте мазмұнды сұхбат болды. Қысқаша ең соңғы аяқтаушы сұрақ. Жалпы біздің енді тыңдармандарымыз жас ғалымдар, енді бүкіл бұқара халық. Жалпы Сәтпаев феномені, Сәтпаевтың ғалым ретінде, жалпы қазақ ғылымының қалыптасуындағы рөлін белгілі бір деңгейде керемет аштық деп ойлаймын. Жас ғалымдарға жалпы қандай Сәтпаев, жас Сәтпаевшы демекші, жас Сәтпаевшы болу үшін қандай Сәтпаевтың феноменінен бір үлгі ұсынар едіңіз? Мысалға, ғылымға барғанда ұстанатын мынандай принциптер деген сияқты Сәтпаевтың өмірінен немесе осы. Енді мен бұл жерде онсыз да ғылыммен айналысатын адамдарды кафедрада онсыз да үйретеді. Ғылымның тәртібі мынау,
эзотерикаға кетіп қалмаңдар, субъективті пікірлеріңді тежеп ұстаңдар, барынша объективті болуға тырысыңдар, жан жақтан келіңдер, бірнеше қырынан талқылаңдар деген сияқты. Сондықтан мен оларға ол тарапынан ақыл айтып ештеңе істеп өндіре алмаймын. Былайша айтқанда мен ол жерде Америка аша алмаймын. Оларға мен бір шетінен моральдық құқығым да жоқ, ғалымдарға, өзім ғалым емеспін. Былай істе деп айтуға. Бірақ экзистенциализм деген ғылымның тарапынан келетін болсаң, онда ол логотерапияны жасаған Виктор Франклдың айтатыны бар. Сендер мына аркадан үлгі алсаңдаршы дейді. Арка. Ол не десе, адамдық борышты арқалау дейді. Яғни осы ғылым игерем, ғылым игерудегі мақсатым осы ғылымның шарафатынан кейінгі осы артындағы келе жатқан халықты қараңғылыққа түсіп кетуден, кедейшіліктен құтқаратын осындай бір тұлғаға айналамын деген жауапкершілік алыңдар. Сол кезде ғана сенің ішіндегі потенциал жарылаттағына мына ғайыптың бәрі мәлім болып, түсініксіз нәрсе түсінікті болып кетіп шыға келеді өзі. Ал енді неғұрлым жауапкершілігің ауыр болса, соғұрлым өзің мығым боласың. Арканы не үшін айттым мен дейді. Себебі арканы цементпен қаламайды оны дейді. Оның мығым болуы үстіне түскен салмаққа ғана тәуелді дейді. Тастарды қалап қоясың да үстіне неше тонна тас қойсаң, ол соғұрлым престеліп, нығыздап құламайтын болады. Сондықтан да жас ғалымдар келіп атқан, олар енді ғылымға кіргеннен кейін оның ішіне неше түрлі проблемамен бетпе-бет келеді. Тіпті ол шетелге кетіп қалсаң да құтыла алмайсың, бірден айтайын. Барлық жерде ол іштарлық болады, барлық жерде ол аяқтан шалу деген болады, барлық жерде сенің оппоненттерің болады, барлық жерде сенің дұшпаның болады. Үнемі сен біреумен жағаласып, осылай тайталасып жүруің керек болады. Егер сен тіпті бір компаниямен жағдайым жасады, мен қарным тоқ болып кетті, осы ғылымның арнасында тойып отырмын десең де, бәрі сен 40 жастан асқаннан кейін құндылықтар ауысаттаған, сенің қуыс кеуде деген ауру тағы да ұстайды, сен экзистенциялық фрустрация деген бәле келеді. Сондықтан осының бәрінен енді осындай қиындықтармен бетпе-бет келген кезде морт етіп сынып, жаңағыдай ғылым тастап қашып, болмаса жаңағыдай қандай да бір көлденең кездескен қырсықтан таяқ жеп қалып, артқа шегіп меселі қайтпас үшін Қаныш Сәтбаев сияқты халықтың алдына жауапкершілік арқалау керек. Мен мына артымда тұрған қаншама жаңа буын, жас буын өсіп келе жатыр, солардың бәріне жаңа Сұлтан Махмұт айтқандай, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып, күн болам, күн болмасам күн болам деген, сол ешқандай пафос емес, шынымен дәл айтылған сөз. Сол позицияны қабылдайтын болса, дұрыс, бұның азабы болады, неше түрлі қиындық, трагедия, драманы бастан кешеді, есесіне бұлар арка сияқты нығыздалып, одан сайын мығым болып таутылуға айналады. Сондықтан да Сәтбаев ғылымда жүрген кезде бұның қағама қарқ, сағама сақырт болды деп айта алмайсың да, оның финансовый қиындықтарын, қаржы кесу, анау мынау экономикалықтарын айтпай ақ қояйын. Бір ғана психологиялықтағы айтайықшы. Бұның әкесін Имантай Баянауылдың түрмесінде өлген, қамақ болып соның ішінде жатып. Ана би елді қанайды, анау мынау үстіне бәле жауып, туған ағасын омбыда шаштарада отырған жерінен ұстап алып атып тастаған. Өзінің ғылымға бейімдеген Әбікей Сәтбаев деген нағашы ағасын Фрунзенді ұстап алып оны атып тастаған. Баянауылдағы туысқандарының бәрін алып бір қалада бір айдан артық өмір сүрмейтін болып Қамтысайға көшіп жүрген. Соның бәрі өзінің баласы қайтыс болды, қызы қайтыс болды, екі баласынан айырылды. Енді трагедиясы сұмдық көп та бұның. Соның бірде біреуі бұның алған бетінен қайтара алмайды, табанын тайдырмайды, соңғы сәтке шейін шайқасып кете береді. Сол бітпейтін оптимизм, ол бітпейтін қуаттың көзі қайдан келіп жатыр деген кезде, ол мәңгілік болмыстан келіп жатыр деп айтады. Бірақ мәңгілік болмыс саған бұл сарқылмайтын идеямен, сарқылмайтын қуатты саған жіберіп тұру үшін сен адамдық борыш, тәңірлік азап деген нәрсені қабылдауға дайын тұруың керексің. Болды, жас ғалымдарға осыдан басқа айтатын әңгімем жоқ. Менің әңгімем осымен тамам. Жақсы, көп рахмет. Өте мазмұнды, өте терең сұхбат болды деп ойлаймыз. Өйткені жас ғалымдар шындығында ғылымға бет бұрып жатады. Енді көп жағдайда қазіргі уақытта ғылымға көп көңіл бөлініп жатқандықтан ғылымға бет бұру мүмкін, бірақ кездейсоқ келіп жатқан жас ғалымдар да көп. Әрине ғылымға әйтеуір келсек бір әйтеуір ғылым саласында бірдеңе бұйыратын шығар деген сияқты. Бірақ мына сұхбат шындығында көптеген жас ғалымдар ой салады деп ойлаймын. Өйткені ғылыммен айналысу, бұл ғылыммен айналысатын жай адамдар емес, таңдаулылар. Өйткені ғылымның артында үлкен жауапкершілік тұрғанын ерекше атап өттіңіз. Астын сіз бұл үлкен миссия екендігін, сондықтан үлкен миссияны, үлкен жауапкершілікті әрбір жас ғалым сезінсе, әрбір қазақ жас ғалымы Қаныш Сәтбаев сияқты тұлға болып қалыптасам деген мақсат қойса, шындығында қазақ ғылымының болашағы бар деп сенеміз. Сізге көп рахмет, тағы да алғыс білдіреміз. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Бұл сұхбатымызды біздің YouTube каналымыздан, Қазсайенс YouTube арнамыздан көре аласыздар.
пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар. Көп рахмет барлықтарыңызға. Сау саламатта болыңыздар.